Сәлем қыздар, бұл видеода біз жилетканың жиегін қалай тоқып шығу керек, және де оған түйменің орындарын қалай қалдыру керек, сол бойынша үйренеміз. Ең алдымен жіпті былай жасап аламыз. Мінекей жасадық. Енді нымшаның ең бірінші петлясына барамыз. Ең басына крючокты кіргіземіз. Так, воздушный петляның ортасына кіргіземіз. Және де мынаны іліп алып, осы жерден шығарамыз. Сосын мына жіптің ұшын тоқыма барысында арасына жасырып кетеміз. Екі воздушный петля тереміз. Сосын қараңыздар, полустолбиктер тоқимыз. Бірінші мынау столбиктің үстіне тоқимыз. Мінекей. Ал екіншісін так, мына жерге тоқимыз. Столбик пен столбик жалғасқан жерге. Дәл осылай біреуін столбиктің өзінің үстіне тоқимыз, ал екіншісін столбиктер жалғасқан жерде. Сонда получается бізде бір столбиктің бойына екі полустолбик тоқып шығамыз. Мінекей. Мына жерін қиып тастаймыз уже. Енді ары қарай тоқып шығамыз. Айналдырып, осылай тоқып шығамыз бірінші қатарды. Және де түйменің тесігін екінші қатардан қалдырамыз. Мінекей қатардың соңына дейін тоқып шықтық. Енді осы келесі қатарда біз мына жерге дейін түймеге тесік қалдырамыз. Ол үшін біз бір воздушный петля аламыз, айналдырамыз жатқан жұмысымызды. Сосын ең бірінші петляға полустолбик тоқимыз. Сосын екінші полустолбик тоқимыз. Және де екі воздушный аламыз. Мына жақтан екі тесік тастап, үшінші тесікке полустолбик тоқимыз. Мінекей, дәл осылай тесік қалдырасыздар. Мінекей, түйме салуға. Және де ары қарай өздеріңіз есептеп жобамен тесіктерді қалдырып отырасыз. Және де қатардың соңына дейін тоқисыз. Және соңына келген кезде дәл жаңағыдай бір воздушный петля алып, қайтадан айналдырып тоқып шығасыздар. И мына тесікке келген кезде осы тесіктен екі полустолбик алып, ары қарай тоқып жалғастырасыздар. Қайтадан айналып келіп, келесі қатар біткен кезде бұл жерді де тоқтатасыздар. Сонымен жіпті үзіп аяқтайсыздар.